Ассаламуалейкум достар, бізді қоршаған орта шексіз үлкен сияқты. Әрине бұл үлкен әлемнің әр түкпірінде жаратылысы ерекше адамдар кездесетіні ақиқат. Біз үшін күнделікті қарапайым заттар ол адамдар үшін мүмкін емес, немесе қиын болуы мүмкін. Тіпті далаға шығудың өзі бұл адамдарға қиынға соғады. Бүгін Q-Life арнасы сондай бірнеше ерекше әйел адамдардың оқиғасы жайында айтатын болады. Видео басталмастан лайк басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз. Және алдында айтқанымдай, біздің әлемде ерекше адамдар өте көп. Егер осы видео көп лайк жинайтын болса, біз бұл топтаманы жалғастыратын боламыз. Сондықтан лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Ал мен жалғастыра берейін. Марни Харви. Марни Ұлыбританияның Сток-он-Трент атты қаланың тұрғыны. Бұл қыздың қиыншылықтары бір күні қанға толы төсекте оянған кезде басталды. Харвидің анасы қызын терапевтке апарғаннан кейін ол бірнеше тесттерді өтуге ұсыныс берді. Дегенмен ешқандай ауру сырқаулар байқалған жоқ болатын. Уақыт өте келе қыздың денсаулығы нашарлай берді. Ал 2015 жылдың шілдесінде қан көзден және құлағынан шыға бастады. Ол аз болғанда мұрыннан, тырнақ астынан, тілінен, тіпті бас терісінен де қан ақты. Әрине байқұс Марни дерттің салдарынан мектептен қалды, дегенімен оқуын бітірді. Уақыт өте келе оның бас ауырғанымен қан ағуы өршелене берді. Марни күнде қатты бас ауруымен ұйықтап, қаннан жабысып қалған көзімен оянатын. 2 жылда көптеген диагностикалар ешқандай белгілі бір ауруды таппады. Дәрігерлердің айтуынша, анализдердің нәтижесі кәдімгі сау адамдыкіндей болып шығатын. Ұқсас симптомдар ақшта Кальвино Инман және Үндістанда Твинкл Двиведи деген адамдарда байқалған болатын. Осындай қиын жағдай үшін Марни мектеп оқушылардың мазағына ұшырады. Тіпті әлеуметтік желідегі парақшаларын жоюға мәжбүр болды. Өкінішке орай әлі күнге дейін Марнидің өмірі күнделікті күрес деп айтса да болады. Супатра Сасупван. Бұл Таиландта туылып өскен қыздың тағдыры оңай емес болып шықты. Ол Абрамс синдромы немесе гипертрихоз деп аталатын сирек кездесетін аурумен ауырады. Супатраның беті, қолдары және аяқтары қалың, тез өсетін шашпен жабылған. Орта ғасырлардан бері тек 50 адам ғана осындай ауруға шалдыққан болған. Туылғаннан кейін Супатра ұзақ уақыт ауруханада жатты. Өйткені бетіндегі шашты демалуға кедергі болды. Айналадағы балалар қызымызға күн көрсетпейді деп алаңдағанбыз. Бірақ Супатра адамдарды өзіне қарата алады, дейді ата-анасы. Қазір ол қызда көп достары бар. Ата-анасының айтуы бойынша олар әртүрлі емдеу әдістерін қолданған. Олардың арасында лазерді депиляция бар. Бірақ ешқандай нәтиже болған жоқ. Әзірше Супатра күнде қырынуға мәжбүр. Бұрын қызды қасқыр немесе құбыжық деп мазақтайтын. Бірақ Супатра ондайға ренжімеуге тырысамын деп айтты өзі. Адамдардың көбі одан қорқатын, өйткені өздерінің надандығынан адамдар жыртқыштарға айналатын аңыздарға сенген. Өсе келе құрбылардың Супатраға деген көзқарасы өзгере бастады. Өйткені Супатра Гиннес рекордтар кітабына енгізілген болған. Ал жақын аралықта өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында қуанышты жаңалықпен бөлісіп, тұрмысқа шыққанын айтты. Мен өзімді өзгеше адам деп сезінбеймін, өйткені менде жақсы достарым, отбасым бар. Мені тек шаштарым ерекше қылады деп айтады Супатра. Эшли Моррис. Эшли Моррис атты австралиялық қызда 14 жасында суға деген аллергиясы пайда болды. Иә, сіз дұрыс естідіңіз, суға да аллергия болады екен. Эшли 14 жасында танзилиттің асқынған түрімен ауырып шықты. Танзилитті емдейміз деп дәрігерлер пенициллиннің үлкен дозасын салған. Танзилит емделді. Дегенмен қыздың ағзасында түскен пенициллиннің сұмдық дозасы ағзада бәрін өзгертті. Әрдайым суға түскеннен кейін немесе жуынған кезде Эшлидің денесінде әртүрлі дақтар шыға бастады. Дерматолог маман қызға жаман диагноз қойды. Пенициллин қыздың ағзасындағы гистаминге әсер етті. Сол себептен Эшлиде суға аллергия пайда болды. Әзірше Эшли 19-да, бірақ өкінішке орай оның аллергиясы әлі де кеткен жоқ. Денесінде пайда болатын дақтар қатты қышитын болды.
Әрине қыздың өмірі қатты өзгерді. Ол бассейндерді мүлдем ұмытты. Кәдімгі спорт түрлері де қыз үшін үрей мен қорқынышқа әкелді. Эшли салқын және құрғақ жерде көп уақыт өткізеді, себебі онда тіпті өзінің теріне де аллергия пайда болды. Ең жаманы, жақын аралықта қызды емдейтін амал жоқ болып тұр. Мамандардың болжамы бойынша мәселе ішкі құрылысында болуы мүмкін. Ал қазірше Эшлиде өз дертімен бетпе-бет қалудан басқа амал жоқ болып тұр. Габи Шул. Габи Миссура қаласында туылған. Кішкентай кезінен Габи биге қатысып, өскенде атақты биші болуға армандаған. Бірақ 2011 жылы 9 жасар қыздың өмірі күрт өзгерді. Дәрігерлер оған остеогенді саркома деген диагнозды қойды. Басқа сөзбен айтқанда, ол сирек кездесетін сүйектің қатерлі ісігі. Габи коньки тепкен кезде тізесін соғып алған. Ата-анасы оны жеңіл жарақат деп ойлаған. Бірақ бірнеше апта өткеннен кейін аяқ ауырғаны басылған жоқ. Сонда ата-анасы клиникаға қызын апарды. Басында дәрігерлер бұл жай ғана сүйектің сынуы деп айтқан. Дегенмен МРТ нәтижесі келген кезде қызда ауыр онкологиялық ауруы бар екені белгіленді. Кейін 12 аптаға созылған химиотерапия басталды. Нәтижесінде ісік отамен алынатындай үлкендікке кішірейді. Дәрігерлер әртүрлі емдеу жолдарын Габидің ата-анасына ұсынған. Олардың арасында кәдімгі ампутация да болды. Берілген варианттардың арасында Габидің отбасы сирек кездесетін ротационды пластиканы таңдады. Ротационды пластика дегеніміз ол аяқтың бір бөлігін ота арқылы кесіп, оны алдын артқа қаратып, орнына тігіп қояды. Ал ісігі бар бөлігін алып тастайды. Сонда қозғалатын функциясы жартылай болса да сақталып қалады. Иә, мүмкін бір түрлі болып естілетін шығар. Дегенмен Габи сияқты аяғын толықтай ампутацияға жіберген пациенттерге бұл ең ыңғайлы шешім. Отадан кейін Габидің кәдімгі өмірге қайтып келудің бір факторы ол не болса да биге қатысам деген мотивациясы. Бірақ ең алдымен қыз жүруді жаңадан үйрене бастады. Ал нәзік қыздың мықты сенімі үлкен нәтижеге әкелді. Бүгінгі күнде Габи өз арманына жетті. Ол керемет балерина. Өз оқу орнында студенттер мен мұғалімдерге нағыз мотивацияның үлгісі болды. Йоти Амге, немесе Джоти Амджи. 26 жасар Джоти Амджидің салмағы 5,5 килограмм ғана, ал бойы 60 сантиметр. Үнді актриса Джоти әлемдегі ең кішкентай әйел. Ал бүкіл әлемге Джоти тек «Американская история ужасов» атты телехикаяда Маппети деген цирк әртісінің ойнағаннан кейін танымды болды. Әзірше ол TLC ұсынған ерекше адамдар деген жаңа проекттің қатысушысы. Қазіргі сәтте актерлық шеберін дамыту үшін Джоти Үндістаннан ақшқа көшуді шешті. Оның анасы Ранжана репортерлерге Джотиді өз елінде киелі деп санайтынын айтты. Бірақ Джоти ондай фантастикамен келісе алмайды. Мен кәдімгі актрисамын деп айтады өзі жайлы. Сирек кездесетін гендік ауру келіншектің өмірін қатты қинатады. Джоти тіпті сыртқа да өзі шыға алмайды. Өйткені оны біреу байқамай басып кетуде мүмкін. Кәдімгі өмірде қажетті заттардың көбін Джоти көтере алмайды. Мен крандағы суды аша алмаймын, дәретханаға өзім бара алмаймын, есіктерді өзім аша алмаймын. Қайда барсам да мені ол жерге апару керек дейді. Мода саласында оқуын бітіріп, Джоти үлкен адам сияқты киінуге тырысады. Бірақ ол да қиыншылықтарды тудырады. Өйткені оның өлшемі 3 айлық сәбимен тең болады. Джотидің айтуы бойынша, егер оған ер адамдардан біреу ұнап қалса, белгілі себептер үшін ол тек дос ретінде бола алады. Дәрігерлердің айтуы бойынша, ауру үшін Джотидің жынысы толықтай жетілмеген. Басқа сөзбен айтқанда, ода 1-2 жасар сәбидің денесі деп айтса да болады. Жақында оның әкесі қызын қолында әкеле жатқан кезде өзі құлап, қызын да құлатып алды. Джоти 2 аяғын да сындырып алды. Сол сәттен бастап ол 10 минуттан көп жүре алмайды. Өйткені аяқтары қатты ауыра бастайды. Бірақ оның отбасы мен достары кез келген кезде қолдау көрсетуге дайын. Достар, сіздер де қиындықта немесе басқандай да ауыр жағдайда қалған адамдарға көмек беруге ұмытпаңыздар.
Және бастысы ұмытпаңыз, олар да біз сияқты адам баласы, және оларда да өз сезімдері бар. Барынша түсінумен қарап, ең бастысы адам болып қалыңыз. Әрине лайк басып арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.